Ассалямуалейкум, қалайсыздар менің тұрақты көрермендерім. Дастарханыңыздың сәні болатын керемет салатты жасап көрсететін боламын. Тауықтың төс етін суға қайнатып пісіріп аламыз. Ең бірінші пекинский капустаны үлкендеу қылып тураймыз. Цезар салатқа арналған соусты кез келген дүкеннен табуға болады. Мен осындай соус пайдаланам. Тауықтың етін орташа көлемде кубик қылып тураймыз. Негізі черри помидор қолданған жақсы. Мен бірақ осындай помидорды қолдандым. Черри помидор болса ортасынан бір бөлесіз. Бөдененің жұмыртқасын пайдаланған жақсы. Бөдененің жұмыртқасы болса ортасынан бір бөлесіз. Ал кәдімгі осындай жұмыртқа болса 4-ке немесе 3-ке бөлесіз. Цезар салаты дайын. Ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.